Ең алғаш мен осы жобаны ұйымдастырушыларға алғысымды білдіргім келеді. Себебі бұл жоба өте қызықты және керемет нақыштар жасалған. Ең алғаш мен осы тәуелсіздік дәуірі жобасын ойнаған кезде, онлайн форматын ойнаған кезінде басында ережелерді онша түсінбедім. Бірақ одан кейін ережелермен мұқият танысып, оның ішін мұқият қарағандықтан кейін ойын қызығырақ әрі түсініктірек бола бастады. Және осы бірінші онлайн форматы аяқталғаннан кейін мен топ 20 оқушының ішіне кіріп, маған бұл ойынның артықшылығы, яғни оның қазақи нақыштар жасалуы, қазақша сөздермен, түрлі терминдермен, және яғни бұны монополия ойынның қазақша нұсқасы деп айта аламыз. Бұл ойын біздің өзімізді елдің басқарушысы ретінде сезінуге, стратегиялық және даму жағынан елді алдыға алып шығуға, өзімізді бір сәт президенттің орнына қойып көруге мүмкіндік берді. Мен бұл ойынға құрастырушыларына және бұл ойынның логикасына үлкен алғысымды білдіремін. Себебі біз осы ойынның арқасында өзімізді бір сәт жаңа Қазақстан құруға итермелеп және де өз елімізді көркейтуге қадам жасадық.